ғасырға жуық тарихы бар Семей таңы газетіне 95 жыл. Газет алғашында алаш қайраткерлерінің бастамасымен Сарыарқа деген атпен жарыққа шыққан. Тарихында сан алуан саяси өзгерістерді, аумалы төкпелі кезеңдерді басынан өткерсе де, бет бейнесін жоғалтпай, оқырмандармен бірге жасап келе жатқан газеттің өңірдегі өзіндік орны бар. Осы күні президент саясатын насихаттап, ел жұрттың тыныс тіршілігін тынбай баяндап отырған басылым жайлы келесі бейнематериалда. 1917 жылы Семейде жарыққа шыға бастаған Сарыарқа газеті бастапқыда Алаш партиясының қайраткерлері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов сынды зиялылардың саяси қоғамдық мәселелерді жария еткен басылымы болды. Кейіннен Алаш басылымы ұлтшылдықтың үні болған деп тұншықтырылды. Сарыарқа бүкіл қазақ даласындағы зиялылардың, қоғам қайраткерлерінің ой пікірін жария етіп, Бұхара халықтың жоқшысы бола білді. Газетте Қазақстанның барлық өлкесінің азаматтары материалын шығаралды. Бұда Мұстафа Шоқайға қатысты материал бар. Мұнда Ілияс Жансүгіров, былай қарағанда Жетісудың қазағы деуге болады. Соның да материалдар шыққан. Сарыарқа деген ұғымның кеңдігін, сонымен бірге мұның тереңдігін, сонымен бірге елді тұтастандыруға қызмет ету үшін қойылғандай көрінеді. Сарыарқадан соң газет қазақ тілі деген атпен қайта жаңғырды. Ол кездері Мәннен Тұрғанбаев, Мұхтар Әуезов, Шаймардан Тоғжігітов сынды қоғам қайраткерлері газет редакторлары болып қызмет етті. Бүгінгі Семей таңы деген атқа ие болғанға дейін заман ағымына қарай газеттің аты 8 мәрте ауысып, жаңа ауыл, қызыл дала, социалды шығыс, екпінді Семей правдасы деп те аталды. Семей таңы газетінің ең бірінші алғашқы нөмірлері алашты қалыптастырушы деп қарастыруымыз керек. Ұлттық рухты тәрбиелеуші, елбасының саясатын жер-жерге, ел-елге, адамдардың сана сезіміне жеткізуші құрал. Сондықтан да бұл өте күрделі, өте мазмұнды. Газет қай кезде болмасын өңірдің жаңалығы мен оқиғаларын жан-жақты жазып жұртқа жеткізіп отырды. 1969 жылы құрмет белгісі орденімен және 2 мәрте Қазақ КСР жоғарғы кеңес құрмет грамотасымен марапатталды. Басылымның бүгінде 95 жылдығын атап өтуі газеттің кешегісі мен бүгінін түгендеп, тарихта мәңгі қалдыруға деген талпыныс дейді ұжымы. Біздің негізгі мақсатымыз бұл жай ғана той-тойлау, мерекені атап өту емес, біз газеттің тарихын қалпына келтіру. 17 жылдан бастап шыға бастаған Сарыарқа газетін біз тарихтан алып тастауға болмайды. Сондықтан да соны қалпына келтіру біздің негізгі мақсатымыз. Алаштың қайраткерлері негізін қалаған басылымда есімдері республикаға танымал журналистер қызмет істеді. Бүгінде олардың ізін басқан жас буында ағалар салған ізден жаңылған емес. Шығыс өңірдің тіршілігін, елдің дамуы мен саясатын, халықтың мұңы мен мұқтажын мәнді етіп, оқырманына жеткізіп келеді. Семей таңы деген дәл қазіргі уақытта бұрынғы Семей облысының көзі сияқты бір бағытты ұстап келген газет, ол мемлекеттік саясат. Тіл, ұлт мүддесі. Менің ойымша сол жолдан таңбайды. Газет қазірде 22 мың данамен таралады. Бұрынғы Семей облысының құрамында болған аудан ауылдардың тұрғындары аттай қалап алатын Семей таңының таңы әлі талай арайлап атып, оқырманымен бірге жасай бермек.